Сәлеметсіздер ме? Бүгін 9-шы сынып бойынша алгебра пәнінен 2-ші 90 бойынша жиынтық бағалау есептерін қарайтын боламыз. Бірінші есеп. Геометриялық прогрессияның еселігін табыңыз. Бірінші мүшесі берілген және n-ші мүшесі деп алайық та, n-ші мүшесі берілген. В1 бізде 1-ге тең, bn минус 8-ге тең. Енді bn-нің жалпы формуласын жазамыз. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін табу үшін бірінші мүшесін көбейтеміз q-дің n-1 дәрежесіне. Міне біз осы формуланы қолданамыз. Q-дің n-1 дәрежесі тең болады b-ның n дәрежесін bn-ді b1-ге бөлеміз. Q-дің n-1 дәрежесі тең болады минус 8 бөлу 1. Q-дің n-1 тең болады минус 8. Q-дің n-1 дәрежесі тең болады минус 8 дегеніміз ол минус 2-нің 3 дәрежесі. Олай болса, Q бізде минус 2-ге тең болып тұр. Есептің жауабы Q минус 2. Екінші есеп. Берілген тізбектің келесі мүшесін анықтаңыз. Бұл жерде тізбектің жалпы формуласын тауып алуыңызға болады, немесе жай ғана заңдылықты анықтап алуыңызға болады. Мысалы, бірінші мүшесі 1-ге тең, екінші мүшесі 4-тен 2, 7-тен 3, 10-нан 4. Байқасаңыз, бөлімдері 3-ке артып жатыр. Алымдары, мысалы, бірінші мүшесінің алымы 1, екінші мүшесінің алымы 2, үшінші мүшесінің алымы 3, тағы сол сияқты. Сонда біздің формуламыз бұлай болуы мүмкін. Мұнда n болады, мұнда n қосу 3. Так, n қосу 3 деп алсақ, онда шықпай қалады ғой. Бірінші мүшесін қойған кезде бізде бұлай шығайын деп тұр. 1-де 1 болу керек. Екінші мүшесі 2-де 4. Сосын 7-тен 3. 10-нан 4. Бұл бізде 5 болу керек, және мына жер 13 болу керек. Сонда мына формула келмейді. Келесі тізбектің келесі мүшесі 13-тен 5 болады. Мына заңдылыққа қарап отырып жасадық. Немесе формуласын жазып көрейік. 2n минус 1. 2n минус 1 болса, екінші мүшесін жазғанда келмей қалады. Себебі мына жерде 1 шығу керек. Сондықтан бұл формула келмейді екен. Мінекей, келесі мүшесін жай ғана осылай жаза қойдым. Бөлімі 3-ке артып жатыр, алымы тізбектің қай мүшесі екендігін көрсетіп тұр. Келесі, үшіншісі. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 3 мүшелері берілген, А-ның мәнін табу керек. Арифметикалық прогрессия. А1 А минус 9-ға тең, А2 минус 7-ге тең, А3 9 азайту 3-ға тең болып тұр. А-ның мәнін табуымыз керек. Жалпы А2 дегеніміз ол А1 қосу d-ны береді. Сонда А-ның мәні нешеге тең болатын тауып алуымыз керек. Минус 7 тең болады А минус 9 қосу d. Так, мына жерден d тең болады 2 азайту А. Осыны тауып қояйық. Сосын А3 дегеніміз А1 қосу 2d. А3 ол 9 азайту 3А тең болады А минус 9 қосу 2d. 2d-ны табу үшін жаққа шығарып жіберемін 18 минус 4а. Немесе d тең болады 9 азайту 2а. Осы жерден осы 2d-ны теңестіремін. 2 азайту а тең болады 9 азайту 2а. Мына жаққа шығарып жіберсем, немесе мына жаққа шығарсам, а тең болады 7. А 7-ге тең екен. А 7-ге тең болып тұр. Осы прогрессияның n-ші мүшесін табуымыз керек. Ол үшін d-ны тауып алам.
d тең болады мына екі формуланың біреу арқылы. 2 азайту a тең болады 2 азайту 7 минус 5. d минус 5 тең. a 10 дегеніміз, ол a1-ге қосамын 9d-ны. a1-ді тауып алуға болады. Мына формуламен. Мінекей. a1-дің a азайту 9 екені бізге беріліп тұр ғой. a1 тең болады a азайту 9, a дегенім 7-ге тең, сонда a1 минус 2 тең. Минус 2 қосу 9 көбейту минус 5 тең болады минус 47. a10 минус 47-ге тең. Төртінші есеп, арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесі 10-ға тең. 5-ші мүшесі b5, a5-ті арифметикалық прогрессия 10-ға тең. Осы прогрессияның алғашқы 9 мүшесінің қосындысы. S9-ды табуымыз керек. 5-ші мүшесі 10-ға тең, осы прогрессияның алғашқы 9 мүшесінің қосындысы. S9-ды жазайық. S9 тең болады. A1-ге A9-ды қосып, 2-ге бөліп, 9-ға көбейтуіміз керек. A5 дегеніміз A1-ге 4-ді қосамыз. Сонда A1 қосу 4-ді тең болады 10-ға. Жерден арғарай жазамын. A1 қосу A9-дың орнына A1 қосу 8-ді деп жазам. Бөлу 2, көбейту 9. A1-ге A1 қосамын 2 A1 қосу 8-ді бөлу 2, көбейту 9 тең болады. Жерде 2-ні жақшан сыртына шығарып жіберем. 2 көбейту A1 қосу 4-ді бөлу 2, көбейту 9. 2 мен 2 қысқарып кетеді. A1 қосу 4-ді көбейту 9 тең болады. A1 қосу 4-ді 10-ды береді. 10 көбейту 9, 90. Алғашқы 9 мүшесінің қосындысы 90-ға тең. 5-ші есеп, геометриялық прогрессияның 3-ші және 6-ші мүшелері сәйкесінше 10 және 270-ге тең. Геометриялық прогрессияның 3-ші мүшесі V3 10-ға тең және V6 270-ге тең. Прогрессияның еселігін табуымыз керек. Q-ды есептеуіміз керек. B3 дегеніміз ол B1 қосу 2. B3 дегеніміз B1 көбейту Q-дың квадраты. B6 дегеніміз B1 көбейту Q-дың 5 дәрежесі. Жерге сыймағандықтан мен мұнда жаза берейін астына. A деп қояйын. Сонда 10 тең болады. V1 көбейту Q-дың квадраты. 270 тең болады. V1 көбейту Q-дың 5 дәрежесі. Екеуінен де V1-ді тауып аламын. Немесе жүйе түрінде жазуымызға болады. V1 тең болады 10 бөлу Q-дың квадраты. V1 тең болады 270 бөлу Q-дың 5 дәрежесі. Екеуін теңестіремін. 10 бөлу Q-дың квадраты тең болады 270 бөлінген Q-дың 5 дәрежесі. Немесе былай жазалам. Q-дың 5 дәрежесі бөлу Q-дың квадраты 270 бөлу 10. Q-дың 5 дәрежесін Q-дың квадратына бөлсем, Q-дың 3 дәрежесі қалады. 270-ті 10-ға бөлсем 27. Q-дың 3 дәрежесі тең болады 3-тің 3 дәрежесі. Сонда бізде Q 3-ке тең болып тұр. Q 3-ке тең. BC. Прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысы табу керек та. Прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табу керек. Бізде Q белгілі болса, V1-ді табыламыз. V1 тең болады 10-ды Q-дың квадратына бөлемін 9-ға. Осылай қалдыра берейін. 9-дан 10 болып қала берсін. S5-тің формуласын жазайын. S5 тең болады V1 1 азайту Q-дың 5 дәрежесі 1 азайту Q. Тең болады 9-дан 10 1 азайту 3-тің 5 дәрежесі. 3 үшін 9, 81, 243. 243 1 азайту 3. 9-дан 10 көбейту минус 242 бөлімінде минус 2. Екеу қысқартсам 121. 9, 121. Сонда 9-дан 10 көбейту 121.
121 9-ға бөлінбейді. Сондықтан 9-дан 1210 деп жазуға болады. Немесе аралас сан түріне айналдырсаңыздар да болады. S5 сонда 9-дан 1210. Алтыншы есеп шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын қолданып 1,2 периодта 4 45-тен 56 болатынын дәлелдеңіз. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын табу формуласы мінекей. Енді 1,2 периодта 4-ті жазайық. 1 қосу 0,2 қосу 0,100-ден 4 қосу 0,1000-4 қосу тағы сол сияқты. Яғни мына жерден бастап қараймыз. Екеуін сосын қосамыз. Сонда B1 0,100-ден 4, B2 0,1000-4. Q-ды есептеу үшін B2-ні B1-ге бөлемін. 2 орын өтір жылжытсам 4, 1, 2, 2 орын жылжытсам 0,04, сонда 0,01. Q 0,01-ге тең. Сонда S тең болады. B1 деген 0,100-ден 4, 1 азайту 0,01 тең болады. 0,100-ден 4, 0,9. 9, 0,04. Екеуінде 10-ға көйіп жүрсем, 90-нан 4 қысқартсам 45-тен 2. Бізде әлі 1 мен 0,2 бар. Сонда 1 қосу 0,2 қосу 45-тен 2 тең болады. 1 қосу 10-нан 2 қосу 45-тен 2 тең болады. 1 қосу 5-тен 1 қосу 45-тен 2. Мұнда 9-дан беремін, мұнда 45-тен беремін. 45 қосу 9 қосу 2 тең болады. 45-ке қосамын 11-ді. 45-тен 56. Неге шығады? 45-тен 56. Жетінші есеп 3 сан геометриялық прогрессияны құрайды. Олардың соңғысы 12-ге тең. Егер прогрессиядағы 12-ні 9-ға алмастырсақ, онда ол сандар арифметикалық прогрессияны құрайды. Берілген сандарды табыңыз. 3 сан берілген. Мысалы, x, y, z деп алатын болсақ, және олардың соңғысы 12 дейді. X, y, 12. Егер прогрессиядағы 12-ні 9-ға алмастырсақ, қазір бізде геометриялық прогрессия болып тұрса, x, y 9 болатын болса, онда арифметикалық прогрессияны құрайтын болып тұр. Берілген сандарды табуымыз керек. Қазір ол геометриялық прогрессия болып тұрған кезде x бірінші мүшесі ғой, B1 x-ға тең, B2 y-ға тең, B3 12-ге тең болып тұр. B2 дегеніміз ол B1 мен Q-дың көбейтіндісі, яғни x көбейту Q. Ал B3 дегеніміз B1 көбейту Q-дың квадраты, немесе B1 көбейту Q көбейту Q. B1-дің өзі B2-ні береді. B2 көбейту Q. B2 дегеніміз x көбейту Q, оны тағы да Q-ға көбейтеміз. Сонда x көбейту Q-дың квадраты. Бұл 12-ге тең болып тұр. Ал арифметикалық прогрессияны құраған кезде A1 x-ға тең, A2 y-ға тең. Немесе A1 қосу D, x қосу D. A3 дегеніміз A1 қосу 2D, немесе A2 қосу D. X қосу D қосу D. X қосу 2D. Бұл 9-ға тең. Сонда x көбейту Q-дың квадраты 12-ге тең, x қосу 2D 9-ға тең болып тұр. Енді мына жерден мен x-ті тауып, так, былай қараймыз. X 3 болса, Q 2 болса, 3-ті көбейтеміз 2-нің квадратына 12 шығады. Так, x 3 болса, 3-ке қосамын, 2 көбейту Q 2 болды. Мынау 3 болса, 2 көбейту 3, сонда 9 шығады. Сонда мынадай сандар болып тұр. X дегенім 3-ке тең,
y дегенім қайда кетті міне 3-ке 3 қосамын 6 және 12. 3-ті 2-ке көйтем, 6-ны 2-ке көйтем, 12 шығады. Сосын 3, 6, 9. D 3-ке тең. 3-ке 3 қосам 6, 6-ға 3 қосам 9. Сонда осындай сандар екен. 3, 6, 12, 3, 6, 9. Осылай мына жерден оңай тауып алуға болады екен.